Сайын Мұратбек 1936 жылы 15 қазанда бұрынғы Талдықорған облысы Қапалы ауданына қарасты Қоңыр ауылында дүниеге келген. 1957 мен 1963 жылдары Казмуда сырттай оқыған. 1971 жылы Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. 1954 пен 62 жылдары туған ауылында колхозшы, мұғалім, аудандық облыстық газеттердің әдеби қызметкері болып жұмыс істеді. 62 мен 72 жылдары Жұлдыз журналында Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан жазушылар одағында кеңесші, көркем әдебиетті насихаты бюросының директоры, Қазақстан орталық комитетінде жауапты қызметкер, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы болып қызмет атқарды. 1984 пен 86 жылдары жазушы баспасының директоры, 11-ші сайланған Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты. Балалық шағына көз жүгіртсек, атасы Мұратбек Сайынның үлкен атасы. Баласы қайтыс болғаннан кейін бірі 5, екіншісі 3 жастағы қос немересімен қалады. 5 жастағы немересі Сапарғалидан өмірге Сайын келеді. Кішкентай бала күні соғыспен дәлме-дәл келіп, әкесі майданға аттанып кетеді. Содан кішкентай шөбересін бауырына басып, Мұратбек атасы бағып қағады. Тегі де сол кісінің атынан Мұратбеков Сайын Мұратбекұлы деп жазылған. 6 жасқа келгенде сонау 42 жылы шешесі Рәзия қайтыс болады. Соғыс кезінде тылдағы еңбек күшінде қаншама әйел адамдар аянбай тер төкті. Қапалдың маңайында сол шақта басқа ұлт өкілдері көп қоныстанған еді. Солардан келген болуы керек. Астық күзетіндегі Рәзия ананы ұрып соғып, өлтіріп, өздері астықты жымқырып кеткен. Содан Сайын 6 жасында жетім қалады. Ал әкесі қан құйлы соғыстан аман-есен оралып, балаларға жетімдікті сездірмеуге тырысып қайтадан Сақып Жамал деген кісіге үйленеді. Ол кісі екінші анасы болды. Осы 6 жасынан кейінгі өмірінің біраз жері Жабайы Алмада кеңінен суреттелген. Жазушының алғашқы шығармалары 50-ші жылдардың аяғында жариялана бастаған. Содан бергі уақытта әңгімелері мен повестерінің Менің қарындасым, Ауыл оты, Көкорай, Отау үй, Жабайы алма, Дос іздеп жүрмін жинақтары таңдамалы шығармаларының бір томдығы 1981 жылдары жарияланған. 1986 және 91 жылдары 2 томдығы жарияланды. 2004 жылы Ескек жел атты әңгімелер жинағы жарық көрген. 1989 жылы Қалың қар, 95 жылы Өлі ара повестер кітабы боп шықты. Алматы баспаларынан орыс тілінде Дом молодых, Камень тугай, Дикая яблоня тағы басқа кітаптары, Мәскеу баспаларынан әр жылдары жарық көрген Дикая яблоня, На вершине учкары, Запах полыни, У теплого родника тағы басқа кітаптары, Ташкентте өзбек тілінде Эвшан иісі, Қазанда татар тілінде Әрем иісі, Украин, Беларусь, Грузин, Армян, Әзірбайжан, Литва тағы басқа туыс халықтар тілдерінде әңгіме повестері, араб тілінде Жусан иісі повестері мен әңгімелері жеке кітап болып шықты. Аударма саласында Әлімжановтың белгілі роман повестері, сондай-ақ Талмачевтың, Қонаевтың, Назарбаев туралы деректі повестерін Алекс Лагуманның Тас қалам романын қазақшалаған. Тел өскен ұл, режиссері Бейсенбаевтың 1976 жылғы кинофильм сценарийінің авторы. 2003 жылы Жабайы алма повесі үшін тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты атанды. Құрмет белгісі орденімен марапатталған. 1990 жылы Қалың қар повесі үшін Қазақстан жазушылар одағының Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлығы. 1998 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағы берілген. 2006 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 2007 жылы дүниеден озды.